Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Дәміткен бүгін пеште пісетін тауық етінен котлет дайындайтын боламын. Келесі видео рецепті вишневый йогуртовый торт дайындайтын боламын. Сондықтан да видео рецептерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңіз. Қызып тұрған табаға сары май, пияз және сабыз салып, ас қасықпен араластырып, жұмсақ болғанша дейін қуырамыз. Тартылған тауық етіне жұмыртқа, сарымсақ және де біздің жаңағы қуырылған көкөністерімізді салып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, ас қасықпен жақсылап араластырамыз. Котлетке қаймақтан қоспа дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 стакан суға қаймақ, ұн және тұз қосып, шаңышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Котлеттерімізді шарик тәрізді қылып, біртіндетіп қойып шығып, жаңағы біздің дайындаған қаймақты қоспамызды құйып, қызып тұрған пешке 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Котлет дайын болды, ас болсын. Видео рецепт соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дәміткен.